Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен әйелдерге қатысты ең қызықты бір тақырыпты талқылайтын боламыз, яғни әйелдерге арналған чекап. Көбіне әйелдер ауырып барып дәрігер іздейді және ем іздеп кетеді. Негізінде денсаулық ауруды күтпейді. Чекап дегеніміз бұл ағзадағы болып жатқан ерте өзгерістерді анықтауға негізделініп жасалынатын профилактикалық тексеріс болып табылады. Не үшін әйелдерге чекап өту керек? Өйткені әйелдің ағзасы, әйелдің өмірі гормональды өзгерістерге бейім, яғни босану кезеңі, пубертат кезеңі, тұрмысқа шығу кезеңі, босанудан кейін қалпына келу, жас ерекшеліктеріне байланысты, ұйқының бұзылуы, стресс, осының бәрі гормональды фонға әсер етеді. Көбіне бұл жағдай цикл бұзылады, шаш түседі, тері өзгерістері пайда болады, салмақ қосылады, либидо төмендейді, үнемі шаршайды. Ал әйел алады барлығын шаршап жүрмін деп шау-шауға жаба салады. Негізінде бұл гормональды фонның айғайы еді. Енді базалық чекапқа қандай анализдер кіреді? Енді сол маңызды сәтке оралайық. Базалық чекапқа, яғни біз жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, коагулограммадан бастаймыз. Бұл көрсеткіштер ағзадағы болып жатқан анемияны, дефицитті, сонымен қатар қабыну процесін көрсетеді. Келесі көрсеткіш анализдері бұл қалқанша безіне арналған қалқанша безінің гормондары, яғни ТТГ, Т3 еркін, яғни свободный Т3, свободный Т4, анти-ТГ, анти-ТПО. Бұл қалқанша безінің толық клиникалық картинасын береді, және де қалқанша безіне арналған УЗИ, яғни ультразвукты тексерістен өткізу керек. Өйткені қалқанша безі әйел гормональды жүйесінің дирижері. Яғни салмақ қосу. Егер бұл без дұрыс жұмыс жасамайтын болса, әйелде либидо төмен түседі, салмақ қосылады, әйел ісінеді, шашы түседі, тері құрғайды. Осындай өзгерістер пайда бола бастайды. Келесі анализді көрсеткіштер бұл репродуктивті жүйені көрсетеді. Яғни еттекір циклының 2-3 күндері тапсырған абзал. Яғни бұл жерде біз қандай анализдер тапсырамыз? ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиол, пролактин, тестостерон. Енді сіздерге таныс емес, бұл жерде 17-OH прогестерон, ДГА сульфат және ГСБГ анализдері туралы кішігірім айта кетейік. Бұл анализдер нені көрсетеді? 17-OH прогестерон бұл сіздегі жүктілік процесі болып жатқанын көрсетеді. Егер анализде 21-ші күні тапсырған кезде 17-OH прогестерон өте жақсы деңгейде жүрген болатын болса, сіздегі екінші цикл жырды ұрықтану процесі болды деген сөз. Және де ДГА сульфат бұл эстрадиолмен, яғни эстроген гормонымен тестостерон гормонының шикізаты. Яғни осы ДГА сульфаттан осы екі гормон құралады. Яғни осы екі гормонның бұзылысын біз осы ДГА арқылы көре аламыз. ДГА бұл бүйрек үсті безінде өндіріледі. Бүйрек үсті безі көбіне стресстен, ұйқының бұзылуынан, артты тез салмақ тастаудан және тез салмақ қосудан оның жүйесі бұзылады. Келесі гормон ГСБГ, яғни глобулин, яғни жыныстық гормондарды байланыстырушы гормон болып табылады. Бұл гормон бауырдан бөлінеді, яғни жыныс гормондарын бір-біріне байланыстырады. Егер біздің ағзамызда тестостерон, яғни бос тестостерондар көбейіп кететін болса, поликистозный, то есть әйелде гормональды фонда өзгерістер болады. Яғни мужской, яғни андрогендердің деңгейі жоғарылап, әйелде еркекке тән клиникалар пайда болады. Ал егер керісінше бос эстрогендер қанда жоғарылап кететін болса, бұл әйелде ағзадағы пролиферативті өзгерістерге алып келеді. Яғни миома, эндометриоз, киста деген сияқты үлкен ауқымды өзгерістерге алып келеді. Сондықтан да бұл анализдерді көрген дұрыс болып табылады. Бұл анализдер нені көрсетеді? Яғни поликистоз ПКЯ деп айтамыз. ПКЯның бар жоқтығын, аналық бездің резервін, яғни сізде қаншалықты аналық клеткаларыңыз, яғни аналық жасушаларыңыз қалғандығын көрсетеді. Сонымен қатар циклдың бұзылуының себебін көрсетеді, либидоның төмендеуінің себебін көрсетеді. Жалпы сіздің ағзаңызда болып жатқан бүкіл метаболикалық процестердің неліктен қай деңгейде бұзылып жатқандығын көрсетеді. Анализдер тізімі бұл гинекологиялық анализдер тізімі болып табылады. Яғни оның ішіне мазок степень чистоты және ТОШ профиль, яғни вирустық инфекцияларға анализ, сонымен қатар жидкостная онкоцитология, ПАП тест деп атаймыз. Бұл онкологиялық процестерді ерте анықтау, жатыр мойнынан алынатын, жылына бір рет міндетті түрде әрбір әйел тапсыру керек анализ, және кіші жамбас мүшесіне УЗИ, яғни УЗИ малға таза міндетті түрде жылына бір рет жасау керексер. Келесі көрсеткіш бұл метаболикалық көрсеткіштер. Мен ең жақсы көретін частым бұл глюкоза, инсулин, хомоиндекс, ферритин, витамин D, B12 және де B9-ды анықтау керек болады. Бұл жерде біз қандай өзгерістерді көреміз? Яғни әйелде болып жатқан метаболизмдегі өзгерістерді осы анализдер арқылы. Яғни қазіргі заманда әйелдерде жиі кездесетін
мәселелер бұл инсулинді резистенттілік. Инсулинді резистенттілік өте көп, яғни ол жаңағы қанттың қанда жоғарылауына, жаңағыдай жүктіліктің асқынуына, әйелдердегі артық салмақтың кетпеуіне, әйелдегі үнемі либидоның төмен болуына, етеккірдің бұзылуына алып келеді. Яғни ол салмақ қосады, спокойно, яғни поликистоз яичниковты күшейтеді және бедеулікті одан ары қарай күрделі ете береді. Енді келесі айтарым, қай кезде міндетті түрде чекап жасау керек. Яғни цикл тұрақсыз болған кезде, жүктілікті жоспарлаған кезде және босанғаннан кейін, және 35 жастан асқан әрбір әйелге, және шаш түсу, денеде ісіну, артық салмақтың пайда болуы, бетте безеудің пайда болуы, жағымсыз иістің, жаңа қолтық аралық, шап аралықтың қараюы бар әйелдерге міндетті түрде жылына бір рет чекап тапсыру керек. Және үнемі созылмалы стрессте жүретін жандарға, яғни дофаминді әйелдерге, яғни бизнесте жүрген, инстаграмда блогерлерге міндетті түрде жылына чекап міндетті түрде тапсыру керек болады. Өйткені бүгін гормон жақсы, ертең жаман деген болмайды. Яғни клиника ол баяу пайда болады өзгерістер. Яғни ертерек анықтасаңыз, оны емдеу соншалықты жеңіл болады. Процесс емге қонымды болады. Қорыта келе айтатын болсақ, денсаулық бұл тек қана ауырмау емес, әйелдік энергияның жоғары болуы, либидоның жоғары болуы, дене бітімінің әдемі, көңіл күйінің көтеріңкі болуы, ұйқысының қанып, стресстің болмауы. Сондықтан да міндетті түрде әрбір әйел жылына бір рет чекап өту керек. Өзіңізге инвестиция жасаңыз. Денсаулық бұл ең қымбат капитал.